Әмеңгерліктің ақыры. Толғанай Бішкек қаласындағы сүт зауытында жұмыс істейтін. Қала сыртында тұратын әпкесінің үйіне барып жүріп, Тұрар атты жігітпен танысты. Мұны білген әпкесі, «Қой, әлі жассың, басқасын кездестіресің» деп айтып көріп еді, тыңдамады. Айшадан тығылып кездесіп жүріп, екеуі ақыры отау құрды. Алғашқы жылдары енесінен бөлек 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатты. Тұрар ауыл фермасында есепші. Толғанай қаладағы зауытта қызметтерін атқарып жүре берді. Дүниеге бірінен соң бірі ұл қыздары келді. Не ішем, не кием деместен жақсы өмір сүрді. 4 балалы болғанда 2 бөлмелі үй тарлық ете бастады. Ерлі-зайыптар ақылдаса келе, анасының үйінің қасынан үй тұрғызбақшы болады. Үй салу оңайға түспеді. Көптеп, көмектеп 2-3 жылда үлкен бір үй тұрғызып алды. Елдің барлығы да үйдің жанынан өткенде, Сырғаның келіні пысық, қарашы, күн түн демей тынымсыз еңбек етіп, өздеріне зәулім сарай тұрғызды деп тамсанбай өтпейтін. Мұны естіген енесінің ішіне қызғаныш шоғы түсіп, осының бәрі де менің ұлымның арқасында екенін ешкім елемейді де. Ол қазақ не істеді екен соншама? Елдің бәрі толғанай деп қалыпты ғой, деп ашуланатын. Үйге кіргеннен кейін дүркіретіп қоныс тойларын атап өтті. Екеуінің бауырлары қолдарынан келгенше сый-сияпаттарын көтеріп келіп, қуаныштарына ортақтаса білді. Үй іші жиһазға толды. Балалары мектеп табалдырығын аттап, ең бақытты күндері енді ғана басталған тұста, Толғанай өзінің денсаулығының нашарлап бара жатқанын сезіне бастады. Күн көзіне шықса, басы айналып ауырады, әлсізденеді. Төсек тартып жатып қалмағанда, оған да мән бермей жүрер ме еді? Кім білсін. Орнынан тұра алмай, нәр татпай жатып қалған Толғанайды Тұрар ауруханаға алып барды. Дәрігерлер науқастың диагнозын қоя алмай әуреге түседі. Жаман хабар күніне де жетті. Олар толық тексеруден өткізеді. Бірақ сырқатының себебі анықталмайды. Дәрігерлер жылынан қан аламыз дегенде ағзасы азар да безер қарсы болды. Өйткені бұл анализдің денсаулыққа айтарлықтай зияны барын ол білетін еді. 6 ай төсек тартып жатқаннан кейін ғана дәрігерлер Толғанайға менингит деп диагноз қойды. Оны туыстары кезектесіп бағады. 4 бала шарқырап әжелерімен қалады. Енесі кіші ұлының қолында тұратын. Қайғының қара бұлты осымен шектеле қоймады. Тестте жұмыс істейтін Тұрардың бауыры Тұрысбектің жүрегі тоқтап, көз жұмады. Аңырап қалған кейуанына 7 баланың еш қиындықтан бейхабар, бейқам жүздері жұбататын. 1 жыл дегенде барып ауруханадан шыққан Толғанайды ағасы қалжалайым деп еліне алып кетпек болды. Жыл бойы балаларын сағынған ана жүрегі, көке, 1 ай балаларымның қасында болайыншы, оларды сондай сағындым. 1 айдан кейін сіздікіне барып, апамның қасында болам деп ағасына уәде берді. Арада 1 ай өтті ме, өтпеді ме, ағасы кіші қызын оқуға түсіремін деп келді. Сіңлісінің келгеніне қатты қуанған ол түн ұзақ әңгімесін айтты. Папаң келіп алып кетемін деген соң, мен сендерге сыйлықтарымды дайындап қойып едім, деп алған оны-мұны заттарын көрсете бастады. Сен келіп мені баққанда, сені мен ұрсып теуіппін. Оны маған Тұрар айтты. Кешірші, ол кезде мен есімді білмеймін ғой деп, жаны қалмай сіңлісін сүйіп бауырына қысты. Ертесіне ағасы қаладан келген кезде есік алдында тұрған Толғанай, көке, басым айналып кетті деп, басын ұстап есікке сүйенді. Ағасы дереу такси жалдап ауруханаға жеткізді. Таксиге көтеріп отырғызып жатқанда осының барлығын бақылап қарап тұрған абысынына Айткүл балаларға ие бол деуге ғана шамасы келген болатын. Ауруханаға әпкесін жатқызып кетіп бара жатқан сіңлісінің бойында бір діріл пайда болды. Ол кісіні екінші көрмейтінде сезінді. Әпкесін сүйіп көзіндегі жасты көрсетпейін деп оқыс бұрылған сіңлісіне Толғанай, оқуға түсіп кетті. Жақсы оқы деді. Ол басын изеп бөлмеден шығып кетті. Ертеңіне емтихан тапсырып келе жатқан Зәуре үй ішінің абыр-сабыр болып жатқанын көрді. Ол әпкесінен мәңгілікке айырылғанын бірден ұғынған еді. Артында шырқырап 2 ұл, 2 қызы қала берді. Кішісі 4 жаста болатын. Толғанайдың 40-ын бергеннен кейін ағасы күйеу баласына, Тұрар, сен әлі жассың, үйленем десең қарсылығымыз жоқ, шешеңе де обал ғой, деген. Сонда Тұрар, жоқ, мен 4 баламды өзім жеткіземін, үйленбеймін деп жауап қайтарған.
Арада жарты жыл өтпестен тұрар өз келініне үйленіпті деген хабар жетті. Жылым бермей жатып бұл не қылғандар деп Толғанайдың төркіні әрі-сәрі күй кешті. Дегенмен екеуін түсінуге тырысты. Бізге керегі 4 балаға қамқоршы болғаны ғой деп өздерін өздері тізгіндеген болатын. Бірақ олай болмады. Айткүлдің 3 баласын жетектеген күйеуі анаға 4 баланы шырқырап тастап қалаға кетіп қалды. Тірі адам тіршілігін нетеді. Балалар жаман болған жоқ. Араға 10 жыл салып жиендерін көрген Зәуре кішкене 4 баланың өсіп азамат болғанын көріп қатты қуанды. Бақтияр мен Айгүл үйленіп, балалы шағалы болыпты. Ал Данияр жоғары әскери мектептің үздік оқушысы. Кішкене Әсел орта мектепті тамамдап жатыр екен. Әр бөлмеге аналарын сүйретін іліп қойыпты. Қарап отырып еріксіз көзіне жас алған Зәуре жиендермен ұзақ әңгімелесті. Осындай халге бізді әжем жеткізді. Әкеміз бізге қарайласқан жоқ дейді балалар. Сонда Толғанайдың абысын айтқан соңғы сөзі есінде қалмағаны ғой. 4 баланы тірі жетім етіп тастатып, қайнағасының құшағында жүргеніне адамдардан арланбаса, Құдайдан қорықса не етті? Әкенің жақсылығы жездедей-ақ деген сөздің дәлелі осы ма деп Зәуре қала берді.